Сәлем достар, мен Лаура Тілеужан, интернет кәсіпкер. Сіздерге қазір Happiness компаниясының қандай табыс көздерін ұсынатынын айтып берейін. Happiness компаниясы қазақшадан аударғанда бақыт дегенді білдіреді. Яғни ол сізге денсаулық арқылы баюды ұсынады. Қалай біздің компаниямен бизнес бастауға болады? Ең бірінші, өзіңіздің денсаулығыңыз үшін немесе жанұяңыздың денсаулығы үшін 143.500 теңгеге өзіңіз таңдаған кез келген өнімді аласыз. Компания сізге келісім шарт беріп қолыңызға ID номерді береді. ID номер арқылы сіз ұялы телефоныңыздан, компьютеріңізден бүкіл жаңағы бизнесіңізді қадағалауға мүмкіндік береді. Қанша ақша түсіп жатыр, қанша адамдар жазылып жатыр сіздің бизнесіңізге, соны көріп отырасыз. Happiness компаниясы 5 табыс көзін ұсынады. Бірінші табыс көзі структуралық деп аталады. Яғни сіздің бизнесіңізге келген адамдар санына байланысты. Екінші, лидерлік. Бұл сіздің өзіңіздің жеке шақырған адамдарыңыз үшін 100% олардың структуралық ақшасын қайталайсыз. Үшінші, керемет сыйақы, бұл премиялар. Төртінші, бұл компанияда сіз зейнеткерлік жасыңызға жетпесеңіз де өзіңізге пенсия жасап алуыңызға болады. Бесінші, акция алуыңызға болады. Өйткені Happiness компаниясы үлкен Гонконг Шенлунг корпорациясының бір бөлігі ғане. Оның жәнегі әртүрлі сет ресторанов, угольный разрездар бар, солардың акционері бола аласыз. Яғни, осы Happiness компаниясының совладельці бола аласыз. Енді қараңыздар, біздің бизнес-план циклды бинар деп аталады. Цикл дегеніміз бұл жаңағы бір циклда 4 этап болады, ал бинар дегеніміз ол 2 дегенді білдіреді. Яғни, мысал үшін сіз бизнес орын алып, арғарай өзіңіз бинармен жұмыс істейсіз. Яғни, 2 организация құрасыз, 2 бөлім құрасыз. Сіз өзіңіздің досыңызды, немесе өзіңіздің бір туғаныңызды шақырасыз. Бұл 2 адамды шақырған кезде сіздің бизнесіңіз басталды деуге болады. Олар бір адам шақырған кезде сіз компанияның ең бірінші шартын орындап, оң жақтан 2 контракт, сол жақтан 2 контракт болған кезде компанияның бірінші этабын жауып, 4 контракт түскен кезде сіз жәнегі структуралық бірінші табыс көзін алып бастайсыз. Структуралық табыс көзі. Яғни, адамдар саны үшін ғане. Бұл 4 адамды сіз өзіңіз жеке шақыруыңызға болады. Немесе мына 2 шақырған адамыңыз өз адамдарын шақыруына болады. Бәрібір. Оң жақта 2 адам, сол жақта 2 адам, сізде 40.000 түсті. Одан кейін, мына шақырған 2 адамыңыз сізді қайталап, өздерінің бірінші этаптарын жабады. Яғни, бірінші адамыңыз 40.000 алады. Екінші адамыңызда бірінші этабын жауып, ол да 40.000 теңге өзінің бірінші табыстарын алады. Ал сіз лидерлік екінші табыс көзін алып бастайсыз. Қандай жақсы? Сіз адамды шақырдыңыз, мынандай табыс көзін айттыңыз, олардың жағдайын жақсартып көмектестіңіз. Басқа жерде болса рахметін айта салады, ал біздің компанияның кереметі, мына адамдарға ақша таптырып көрсеткеніңіз үшін сізге 100% олардың алған ақшасын қайталап төлейді. Яғни, бірінші адам үшін 40.000, екінші адам үшін тағы 40.000, барлығын қосқанда лидерлік табысты сізге 80.000 теңге төлейді. Компания төлейді 80.000 теңге. Содан қараңыз, мына командаңыз өсіп келеді. Мына адамдар өзі үшін келді. Олар өздерінің таныстарын шақырып жатыр. Мына жақта 9-да 9 адам болып қалса,
Немесе мысалы үшін екі адам бірдей жұмыс істей алмайды ғой. Мына жақта адамдар өсіп кетті, тез жұмыс істеп жатыр. 12 контракт жабылып қойды. Мына жағымызда 6 контракт, немесе керісінше болуы мүмкін. Бәрібір де сізде екінші этап 18 контракт жабылғанда сіз уже екінші этапты жауып 80 мың теңге мына структуралық ақшаңызды аласыз. Қараңыз, қандай жақсы, сіздің адамдарыңыз көбейіп келеді, бизнесіңіз өсіп келеді, сіздің ақшаңыз да өсіп келе жатыр. Одан кейін мына шақырған екі адамыңыз сіздің артыңыздан еріп, олар да өздерінің этаптарын жабады. Өйткені мына артынан еріп келе жатқан кісілер, олар сізге де саналады, оларға да саналады. Сонда олар әрбіреу 80 мыңнан алған кезде 80 мың бір адамыңыз үшін, 80 мың екінші адамыңыз үшін, әрбір адамыңыз үшін 80 мыңнан 160 мың лидерлікті компания сізге төлейді. Енді қараңыз, командаңыз өсіп келе жатыр. Мына жақта 21-де 21, 28-де 14 болуы мүмкін, немесе 14-де 28 болуы мүмкін, бәрібір. Мына дисбаланс деген біздің табысымызды 5 есе күшейтіп отыр. Әйтпесе бірдей болса, ондай мысалы үшін көп табыс мүмкін таба алмаушы еді. Сонда сіздің үшінші этабыңыз жабылады. 42 контракт түскен кезде сізге компания 120 мың теңге төлейді. Қараңыз, мына екі адам сізден қалмай, олар да үшінші этаптарын жабады. Олар да 120 мыңдарын алады. 120 мың бірінші адам үшін, 120 мың екінші адам үшін. Екеу үшін сіз 240 мың жәнегі лидерлік табысыңызды аласыз. Енді сізде 42 адам бар. Олар бір-бірден шақырғанның өзінде. 42 контракт оң жақта, 42 контракт сол жақта. Немесе дисбаланспен 56-та 28, немесе керісінше 28-де 56 болған кезде, төртінші этабыңыз жабылып 84 контракт түскен кезде, сізге компания 160 мың теңге ақшаны төлейді. Бұл уже 40 мыңға қарағанда бірнеше есе көп, өйткені сіздің бизнесіңіз өсіп келе жатыр, сіздің ақшаңыз өсіп келе жатыр. Ал мына екі адамыңыз да өзінің төртінші этабын жапқанда, олардың әрбіреуі 160 мыңнан, бірінші кісіңіз 160 мың, екінші кісіңіз 160 мың, 320 мың теңге лидерлік табысыңызды аласыз. Енді қараңыз, 4 этап біткенде бізде бірінші цикл жабылды деп санауға болады. Сонда 40 мың, 80 мың, 120 мың, 160 мың, 400 мың теңге табыс табады екенсіз, структуралық табыс. Ал лидерлік табысты сіз 80, 160, 240, 320, 800 мың теңге екі адам үшін табасыз. Сонда 1.200.000 мың сіз жәнегі бір циклда табатын табысыңыз екі адам ғана шақырған кезде. Енді қараңыз, сіз айналаңызда екі адам бар ма? 3 адам шақырыңыз, одан да көп табасыз. 4 адам шақырыңыз, одан да көп табасыз. 10 шақырыңыз, мынау уже сізде 4 миллион болады. Әрбір адам үшін 400 мыңнан алып отырасыз, олар цикл жапқанда. Қараңыз, мына бір циклды сіз мүмкін 3-4 ай жүріп жабасыз, өйткені сіз жалғызсыз ғой, жаңадан команда құрасыз. Енді қараңыз, бір циклды жапқанда сізде уже 84 адам болады. Олардың әрбіреу өзінің арманы, өзінің мақсаты үшін келеді. Біреу үй алу үшін келеді, біреу машина алу үшін келеді, біреу кредитін жабу үшін келеді. Сіз оларға ақпарат беріп көмектесесіз, үйретесіз, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісесіз. Сол кезде ол адамдар тапқан сайын сізге компания көп төлейді. Енді бір циклды өсіп 3-4 айда егер жауып тастасаңыз, екінші циклыңыз ары қарай жүре береді, сізге адам шақырып қажет жоқ. Мына жерде жаңадан түскен контрактылар уже сізге тезірек түсетін бастайды. Этаптар тезірек жабылады. Мүмкін бір жұмада бірінші, екінші этап жабылып кетеді. Мына ақша бәрін бір жұмада алып қоясыз. Екінші циклды 1-2 айда жабасыз, үшінші циклды 1 айда жабасыз, төртінші циклды 3 аптада, бесінші циклды апта сайын жауып кете аласыз. Оған мүмкіндікті компания береді. Қаншалықты ақша сізге қажет? Бір циклды, мысалы үшін 2 аптада жапқан адамдар бар, рекорд енді бізде. Сонда сіздің мына бизнесіңіз ары қарай тезірек жүре береді. Мына 1.200.000-ді жоқ дегенде екі адаммен жүргізетін бизнесіңізді сіз тез ала бастайсыз, апта сайын түсе бастайды. Сонда сіздің уже мына үшінші табыс көзі премиялар кете бастайды. Сіз егер бір цикл жапқан кезде сізге жаңағы азанатор береді. Ол приборымыз біздің 73.800 теңге тұрады.
Үшінші цикл жапқан кезде 2 емдік жастық тұрады. Оның біреуі ғана 49.200 тұрады. 5-ші цикл жапқан кезде сізге емдік наматрасник беріледі. Наматрасниктің өзі 164.000 тұрады. 10-ші циклда сізге емдік көрпе беріледі. Ол бір көрпесі 287.000 тұрады. Сонда 10 цикл жапқанға дейін сізге 500.000 және постельный принадлежностьтарын жай ғана компания сыйлыққа береді. Сіздің деніңіз сау болсын, мына үлкен командамен жұмыс істеп, сіз шаршамасын дейді. Оны да ойлап қойған. 15 циклда компания сізге айтады, сіз үлкен лидерсіз, адамдарға дұрыстап түсіндіруіңіз керек. Біздің заводқа барып көріңіз дейді, продукция қалай жасалып жатыр. Біздің компанияның 4 өзінің меншік заводы бар. Ешкімге тәуелді емес, өзінің плантациялары бар. Сонда қолданылып жатқан және нанотехнологиямен қандай оборудование қолданады. Мысалы үшін, заводтың ішіне кіру үшін 6 адамды ғана кіргізеді күніне. 7 адам кіріп кетсе, ол жердегі температура бұзылып кетеді, бүкіл шығарылып жатқан партия бұзылады. Сондықтан ондай технология деген, мысалы үшін, басқа жерлерде мүмкін жоқ деуге де болады. Бізге ең ақырғы технологияны қолданып жатыр. 20 циклда компания сізге Ханьянь аралына жәнегі путевка береді. Ханьянь аралы бұл әлемдегі Сингапурдан кейін экологиясы бойынша таза 2-ші орын. Каннан ағып жатқан судың өзін іше беруге болады. Остров миллионеров дейді. Жай және горячий путевка емес, барып 5-звездочный отельге барып, 3 уақыт тегін тамақ, әртүрлі шоу, жемчужный шелковый фабрикаларды көріп, нағыз миллионер сияқты демалып келесіз. Өйткені вы это заслужили. 20 циклға дейін қаншама жұмыс істеп садыңыз, қаншама адамға көмектесіп садыңыз. 40 циклда сізге уже заслуженно ақшалай премиялар бере бастайды. 8 миллион теңге немесе доллармен 20.000 доллар. Бұны апта сайын сізге 200 мыңнан беріп отырады. 60 циклда сіз уже 40 миллион теңге аласыз, немесе 100.000 ақш доллары. 100 циклда сіз және 120 миллион теңге аласыз. Бұл 300.000 доллар. Қараңыздар, міне ақшалай премиялардың өзі бір талай. Сонда 400, мына жерде 168.000 доллар ғана жәнегі премиясы ғана сондай екен. 168.000 доллар тек ғана премиясының өзі сондай. Пенсияға қарап отырыңыз, 200 циклда пенсияға 200 циклда жетуге болады. 120 миллион апта сайын. Пенсияға 200 цикл, мысалы үшін 200 циклда пенсияға жетуге болады. Ол дегеніміз, қараңыз, егер бізде бір жылда 52 апта, қарап отырсаңыз, циклымыз бізде апта сайын жабылып отырса, сіз 200 циклда 4 жылда жауып сайды екесіз. Енді наразгонку деген өзінде, может, бір жылдың ішіне наразгонку кетеді, одан кейін сізде апта сайын цикл жабылатын болса, пенсияға 4-5 жылдың ішіне жетіп қойсыз. Ал пенсия деген 20, 30, 40 есе көп. Басқа қазіргі біздің пенсионерлердің пенсиясынан. Оның үстіне сіз структурный лидерскияңызды ары қарай ала бастайсыз, премияңызды алып аласыз, одан плюс пенсия шығады. Одан 5 циклда компанияның акционері болыңыз, совладелец болыңыз компанияның. Представляете? Сондықтан біздің компанияның артықшылығы неде? Неге мен өзім Happiness компаниясын таңдадым? Өйткені 143.500-ді бір-ақ рет саласыз. Даже бір жылға бөліп қарасаңыз 10.000 теңгеден кетеді. 10.000 теңге мысалы дәріге одан да көп кетіп қалады қазір адамдарда. Сондықтан бір-ақ рет өзіңіздің жанұяңыз, өзіңіз үшін ғана саласыз. Ешбір тәуекел жоқ, риск жоқ. Бұл жерде жаңағы апта сайынғы ақша, апта сайын, дүйсенбі сайын төленіп отыратын ақшаның бәрі. Бұл жерде сату жоқ, өйткені өнімде бір-ақ баға. Жаңағы пластырдың өзі 2050 теңге болса, мен оны 2050 теңге сатып алып, біреуге сатқаннан мен еш пайда көрмеймін. Бұл ақпараттық бизнес. Мен жаңа өзімнің информацияммен бөлісем. Одан кейін мына жерде біреу сізден асып кетсе, сіздің шақырған адамдарыңыз, мына адамдар сізден асып кетсе, басқа көп компанияларда одан
жаңағы бүкіл лидерліктің бәрі қиып алып тастайды. Бізде ондай жоқ. Асып бізден көп ақша тауып жатса біз қуанамыз, өйткені оның барлық лидерский компания сізге төлеп беріп отырады. Қандай жақсы, иә? Одан бір сыйақыға жеткенде кейбір компанияларда болады, сен мына сыйақыны алу үшін, мына зарплатаңды алу үшін ай сайын осынша товароборот қосымша жасауың керексің. Боковой объем деп аталады. Бізде ондай жоқ. Циклын жаптың ба, этабын жаптың ба, ақша алу керексің. Ешбір шарт жоқ, арасында ала саласың. Ақша нақты ақшамен беріледі, продукциямен берілмейді, наличныймен дейді ғой, солай беріледі. Ал мына жерде өстіп үлкен команда құрып отырып, тек қана небір 140-500-ге продукция аласыз өзіңізге. Мынандай миллиондаған ақшаларды апта сайын алуға болады. 2-ақ кісі шақырасыз. Одан да көп ақша керек болса, 3 кісі, 5 кісі, 4 кісі, 20 кісі шақырыңыз, оны өзіңіз шешесіз. Одан кейін бізде енді бір құпия бар, бизнес код деген бар. Сіз өз атыңызға бірнеше бизнес орын алуыңызға болады. Мысал үшін, мына бизнес орынды өзіңіз алсаңыз, мына бизнес орынды да өзіңіз алуыңызға болады. Мына бірінші орыныңыз, мына екінші, мына үшінші орыныңыз болады. Ал мына шақыратын 4 адам шақырыпсаңыз, оларды былай қоясыз. Сонда қараңыз, сіз мына орын үшін де аласыз ақша. Мысал үшін, жаңа 400 мыңды мына үшін аласыз. Екінші орын үшін ол цикл жауып жатса, одан да 400 мың аласыз. Үшінші орынға тағы да ол цикл жауып жатса, тағы 400 мың аласыз. Ал мына орында сізде контрактыда рекомендатель жеген жерде өзіңіздің фамилияңыз тұрады. Сонда мына орынға лидерскийді 400 мың теңгені тағы өзіңіз аласыз. Мына орын үшін 400 мың теңгені тағы орын аласыз. Сонда сіз бір жұмыс жасайсыз, бірақ та 1, 2, 3, 4, 5 есе ақша көп аласыз. Сондықтан бизнес орынды біртіндеп ала беруіңізге болады, немесе бір келгенде бизнес орнымен кіре салуға болады. Осындай біздің компанияның құпиялары бар. Сау саламат болыңыздар. Осы бизнес план сіздерге молынан апта сайын сыйақы табыс алып келіп отырсын.